сіз жаңа Баян Есентаеваменен күресіп жатырсыз ғой. Қазір біз барлығымыз концертке бойкот жариялап, Баян Есентаеваны үйінен шығармайтындай қылып, Баян Есентаеваны жаңағы не қылып жіберсек, үйінен шығармайтынға әлі ерте, ол қағазмен, ол жағдайға балалар дайындап қойды мен. Оған ерте, оған жеңіске солидарность мен сақтап тұрмын өзінің тілінде. Әзірше күтем бұлғатын түзелуін күтем. Кішкене мен тыңдаңызшы енді кішкене. Ол қазақша сөйлейді. Маған қазақша сөйлеп бүкіл адамдар түзеп беру керек. Қазір бетімен кеткен қатын көп. Оны түзеу үшін маған Баян керек. Баян мен Динара әзірше керек. Әзірше ол біз қазақ тілді жоқ. Тоқтаңыз енді, сіз мені тыңдаңыз, Бағдагүл ханым. Сіз мені тыңдаңыз енді. Иә, ұлттық идеологияны жойып атқан шығар, бірақ менің балаларым, менің отбасым Баян Есентаеваның жаңағы жасаған іс-әрекеті менен тәрбиеленген жоқ. Мен өз балдарымды өзімнің идеямен тәрбиелеп отырмын. Дұрыс па? Ал бірақ менің бала-шағам елде одан да үлкен президенттің тарапынан, қоғамнан... Енді бізді тыңдаңыз. Тұра тұрыңыз, мен до конца айтып алайын, Бағдагүл ханым, сөзімді бөлмеңізші. Сөзімді бөлмеңізші. Біздің халық қазір дәл жаңағы Баян Есентаеваның жасаған кешуінің концертінен қиындық көріп жатқан жоқ. Дәл қазір бәріміз жабылып соған кетіп қалатындай. Бізде мына жақта экономикалық, экологиялық, ата заңдық мәселелеріміз, содан біз қасірет шегіп отырмыз. Саяси тұрғыда. Қазір бәріміз, бүкіл қазақ, бүкіл саясаткер Баянмен күресетіндей, оның проблемасы түк емес, өзі айтпақшыдай. Ол ойыншық проблема. Бар ғой, мұжу қатынсың бар ғой, айтсаң бар енді. Қойшы сен мұжыған қатын. Мен бірден жирен орысқи болдым ғой. Тыңдашы әңгімені. Сен темірді ыссы уақытында соқ дейді дейсің ба? Қазір бізде қызып тұрған темір Баян тіл мәселесі. Тіл мәселесін біз ішкі саясатпен шешуіміз керек. Баян мен Динара бізге көмегі болады ертең. Қандай көмек? Ол екеуі ертең қыспақ қалғаннан кейін қазақша ертең кешудің концерті өткен жағдайда, бұрынғы жағдайда өтпейді ол. Қазақша өтеді, ұзын нормально көтендерін ашпай өтеді. Түсінікті ма? Содан кейін Баян мен Динара жайлап түзелетті, қазақша сөйлеп, өзінің аудиториясына бізге қазақша сөйлеуге көмектеседі. Түсінікті ма саған? Содан кейін қалғанын көреміз ғой, әлі Қазақстанға ақша келген жоқ, енді келеді ақша. Содан кейін басқасымен айналысамыз. Динара мен бар ғой, Баян проблему не делает. Вообще біз өмір естігенде емес, керек те емес бізге. Қатындар жұмыссыздық. Бұл қазақша сөйлейді. Маған қазақша сөйлеп бүкіл адамдар түзеп беру керек. Қазір бетімен кеткен қатын көп. Оны түзеу үшін маған Баян керек. Баян мен Динара әзірше керек. Әзірше ол жұмыс жасайды маған. Қоя тұрса, қаншада жағаласа берме, өстесіңдерді, кіріп аласыңдар да жағаласа бересіңдер. Бағдагүл ханым, қараңызшы енді, біздің жалғыз, мен сөйлесіп отырмын, біздің жалғыз проблемамыз қазір Баян Есентаева менен кешудің концерті болып тұр ма Қазақстанда? Дәл қазір? Әзірше сол отты сізін көреміз. Менің үшін Баян Есентаеваның концерті, менің отбасым үшін Баян Есентаеваның концерті қатты, оның істеген 20 жылдық еңбегі қатты маңызды емес. Енді қараңыз, Бағдагүл ханым, барлығын заңды түрде шешу керекпіз дейміз де. Енді біз сонда бүкіл Қазақстан отырып алып, 50-ден асқан, не дейді, бес бала туып белгілі болған Баян менен Динараның тілін тәрбиелеуіміз керек па? Заңды түрде істейік, Тоқаев қайтайық онда. Жалғыз тіліміз ана тілін қыл. Бүкіл қазақ тілінде сөйлеуге міндетті. Ақпарат құралдың бәрі қазақ тілінде сөйлесін. Зорлай алмайсың. Осы тек кішкене шу көтеру арқылы бір-бірімізді тәрбиелеуіміз керек. Олда қазақтың балалары ғой, шанс беруіміз керек. Өз-өздерін көрсетсін. Шанс беруіміз, жоқ, не енді, не болды?